Сәлеметсіздер ме? Мен 5-ші сынып оқушысы Ғабитқызы Мөвдір. Бүгін сіздерге табиғатты қорғау жайлы кеңестер беретін боламын. Біріншіден, табиғатымызды қорғау үшін қоқыстарды сұрыптауымыз қажет. Екіншіден, қоқыстарды жерге емес, арнайы қоқыс жәшіктерге салуымыз қажет. Үшіншіден, үй жақтарыңызда қоқысты сұрыптау немесе табиғатты сақтау туралы хабарландыру ілуге болады. Мен осы хабарландыруларды алып, өзінің үй жағында ілетін боламын. By creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Қазіргі кезде карантин болғандықтан біз өзіміздің достарымызбен, отбасымызбен көрісе алмаймыз. Сондықтан бейне қоңырау арқылы біз өзімізбен табиғатты қорғау жайлы кеңестермен бөлісе аламыз. Usually it's something that moves.